Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен окрошка тағамын дайындайтын боламыз. Нағыз осындай жаздың ыстық күнінде шөлдесең шөліңді басатын, қарын ашса қарынды тойдыратын өте пайдалы тағамдардың бірі. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл тағамды жасау үшін бізге осы экранда көрсетілген заттар қажет болады. Керекті заттарды осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Осы заттардың барлығын жуып тазалап, бірінші көкпиязды тураудан бастаймыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, өте ұсақ етіп турап аламыз. Бізге керекті заттардың барлығы жақсылап жуылып, тазартылған болу керек. Көкпиязымызды турап алып, таза ыдысымызға салып аламыз. Сонан соң укропты тураймыз. Оны да видеода көрсетілгендей етіп, өте ұсақ етіп турап аламыз. Кейін оны да ыдысымызға салып, сонан соң қиярымызды тураймыз. Қиярды да видеода көрсетілгендей етіп, өте ұсақ етіп тураймыз. Қиярларымызды да ұсақ етіп турап алдық. Енді суда қайнап піскен жұмыртқаларды да дәл видеодағыдай етіп ұсақ етіп турап аламыз. Жалпы бұл тағамды әркім әрқалай жасайды. Мен де сіздермен өз рецептіммен бөлісейін деп шештім. Жұмыртқамызды да ұсақтап турап салып алдық. Енді суда қайнап піскен картоптарымызды да дәл солай ұсақтап турап аламыз. Достар, егер де менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуіңізді сұраймын. Міне, картоптарымызды да ұсақтап турап алдық. Енді сосисканы да ұсақтап, видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Колбаса қолдансаңыздар да болады, тек вареный болса болды. Копченый, полкопченый деген колбасалар жарамайды. Міне, сосискаларымызды да ұсақтап турап салып алдық. Ендігі кезек редискаға. Қазақша не деп айтушы еді, шалғам дей ма? Бұны да терканың ұсақ жағынан видеода көрсетілгендей етіп өткізіп аламыз. Қаласаңыздар, ұсақтап турасаңыздар да болады. Маған редисканың дәмі ұнайды, бірақ ауызға салып шайнаған ұнамайды. Сондықтан осылай өткіштің майда жағынан өткізіп аламын. Өткіштен өткізілген редискаларымызды да салып, дәміне қарай үстіне тұз саламыз. Сонан соң майонез саламыз. Кейін айран құямыз. Айран қандай айран екен маңызды емес. Мен осы Ринмилктің айранын қолданамын. Өте дәмді. Айран құйып, кейін үстінен салқын су құйып араластырамыз. Кейін өз қалауыңыз бойынша қою сұйық етіп, үстіне айран, салқын су, дәміне қарай тұз қосып, біркелкі масса жасап аламыз. Кейбіреулер газдалған суда қосып жатады. Маған осылай айран қосып, қоюлау етіп жасаған ұнайды. Міне, осымен біздің окрошка тағамымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза. Видеоның соңына дейін қарап менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.